басыңызға қандай күн туса да қазақ еліне қызмет етуге ант етемін. Дәл осылай ант бергенін Әлихан Бөкейхановтың тұңғыш абайтанушы екенін біз білеміз бе? Кейінгі уақытта тұңғыш абайтанушылар жөнінде шындыққа жанаса бермейтін мәліметтер келтіріліп жүр. Шын мәнінде тұңғыш абайтанушы болып Әлихан Бөкейханов есептеледі. Оған 1905 жылы жарық көрген Әлихан Бөкейхановтың Абай Құнанбаев деген қазанамасы дәлел бола алады. Абай поэтикалық қуаттың иесі, қазақ халқының мақтанышы. Абай сияқты халықтың рухани творчествосын осынша жоғары көтерген қазақ ақыны әлі кездескен жоқ. Деп Әлихан Бөкейхановтың баға беруінің өзі Абай мұрасын терең зерттеп, жан-жақта танып білген зерттеуші екенін көрсетеді. Міржақып Дулатовтың 1905 жылғы Семипалатинский листок деген газетінде, 1907 жылы Семей географиялық қоғамы деген еңбегінде былай деп айтты: Әлихан Бөкейханов Абайдың қазанамасын жазды. Һәм кешікпей кітабы да басылып шығатынын білдірді. Бірақ тез шықпады. 1909-1911 жылы Абайдың балаларын һәм інілерінің ризашылығымен, Әлиханның ықпалымен Абай кітабы Петербургта Бараганский баспасында басылып шықты. Абай еңбегінің уақытында басылып шықпауының басты себебі Әлиханның 1906 жылы ұсталып, Павлодар, одан кейін Омбы түрмесінде отыруына байланысты еді. Абай уақытында еңбегінің жарыққа шыққанын қаламаса керек. Сол себепті де Әлихан оның інілері мен балаларынан рұқсат сұрады. Түрмеде жатқанында қол жазба жоғалып кетпесін деп, оны 5000 теңгеге бағалап сатып алады. Осы деректерден-ақ Әлихан Бөкейханов Абайды тек қана қазақ халқына емес, жазбаша түрде орыс әдеби ортасына алғаш танытқан тұлға деп танимыз. Абай шығармаларын оқыту тек әдеби білім беру емес, бұл ұлттық сананы қалыптастыру үрдісі. Сондықтан Абайды оқытуда келесі әдістер тиімді. Ең бірінші, бұл зерттеушілік әдіс. Яғни оқушы Абай өлеңдерін тек қана жаттаушы емес, оның мәнін іздеуші болуы тиіс. Мысалы, Абай өз өлеңінде ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға деген. Бұл жолдардың бүгінгі өмірмен байланысын оқушы өзі іздеп табуы тиіс. Абай бұл жерде адамдарды асығыстықтан сақтағысы келеді. Қазіргі заманда біз бәрі тез алғымыз келеді. Тез атақты болу, тез бай болу, тез нәтиже көру. Ал Абай ақырын жүріп анықпас деп бір мақсатқа сабыр мен еңбекпен жетуді үйретеді. Bir күнде білімді тез меңгеріп алмаймыз. Оны біз күн сайын үздіксіз еңбек етсек қана еңбегіміз далаға кетпейді. Сондықтан бұл өлең қазіргі оқушыға жауапкершілік пен төзімді үйретеді деп ойлаймын. Ақырын жүріп анықпас, еңбегің кетпес далаға. Екінші әдіс бұл тарихи контекст арқылы оқыту. Бұл әдіс бойынша Абай шығармаларын жеке мәтін ретінде емес, сол мәтінді тудырған дәуірді, қоғамдағы жағдайды, автордың өмірлік тәжірибесімен байланыстыра отыра талдауымыз қажет. Дәл осы әдіс бойынша Абайдың 7-ші қара сөзіне назар аударсақ, шындығында бала табиғатынан білуге құмар, зерттеуге ынталы, бірақ есейе келе кейбірі жалқаулыққа салынып, тек рахат іздеуге бейімделеді. Қазіргі заманмен байланыстырсақ, көп адам жұмыс, демалыс, тамақ, ұйқы циклімен өмір сүреді. Өзіңе сұрақ қойшы, соңғы рет өзіңе қандай жаңа нәрсе үйреттің? Абай Құнанбаев айтқандай, адам алдында екі түрлі жол тұрады, бірақ таңдау әркімнің өз қолында. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Біреуі білсем екен демекілік. Сол білсем деген ниет білімге бастайтын алғашқы қадам. Уақыт өтеді, дүние өзгереді. Бірақ білімге деген құштарлық пен ізденіс адамды алға жетелей береді. Абай, жүр шай ішеміз. Зере апа, неге мені Абай деп атайсыз? Ох, балам, сені қиын бірақ қызықты жол күтіп тұр. Абай бол, сен көп білім алатын боласың. Үшінші әдіс бұл салыстырмалы талдау. Абай Құнанбаевты әлем ойшылдарымен салыстыра отырып, оқушы назарына ақынның тек қазақ халқына емес, бүкіл әлемге ортақ тұлға екенін көрсету. Абай Құнанбаевтың шығармалары әлемнің 60 тіліне аударылған.
1995 жылы ЮНЕСКО деңгейінде Абай Құнанбаевтың 150 жылдығы аталып өтілді. Әлемнің көптеген елдерінде Абай Құнанбаевтың ескерткіштері мен оған арналған мәдени орталықтар бар. Бұлардың барлығы Абай Құнанбаевтың шығармалары ортақ қазына екенінің дәлелі. Қайрат болмаса, ұйықтаған ойды күн түртпек. Ақылға сәуле қонбаса, хайуанша жүріп күн өтпек. Аспаса ақыл қайраттан, тереңге бармас үстірттір. Қартыңның ойы шарт артқан, әдеті жеңіп күңгір. Тән сүйгенім бермесе, жан шыдамас жанашыр. Бере берсең бер десе, үміт етер қаласың. Алдада бар жан мен тән, ақыл сезім болмаса, тіршіліктің несі сән, тереңге бет қоймаса. Атымды адам қойған соң, қайтып надан болайын. Халқым надан болған соң, қайда бар?